Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Еңбекші Қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылыққызы Ахметова. Құрметті тыңдаушылар, алдарыңызға беріліп отырған суреттерден нені байқап тұрсыздар? Иә, достықтың белгісін байқап тұрмыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы достық. Грамматикалық тақырып сын есім, салыстырмалы шырай. Сабағымызда кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Жолдас, адал, мінез, жомарт, сенімді, салмақты, мақтаншақ, орта бойлы, өтірікші, ашушаң, тартымды. Құрметті тыңдаушылар, жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты бірінші тапсырма бойынша алдарыңызға беріліп тұрған сұрақтарға жауап беріп отырыңыздар. Сіздің мінезіңіз қандай? Досыңыздың ше? Сіз қаталсыз ба? Үнемі шындықты айтасыз ба? Досыңызды пысық деп айтуға бола ма? Тамаша, сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, сабағымызға қатысты берілген мәтінді менімен бірге оқып отырыңыздар. Сенім керек алдымен. Достық адамдардың бір-біріне сенуінен басталады. Сенім артқан сайын достық та нығая түседі. Ал бір-біріне сенім жоқ, дегенмен өздерін дос санайтындар да бар. Бірақ ол жалған достық. Бірде бар, бірде жоқ. Мен өмірімде көптеген адамдармен дос болып көрдім. Достарымның барлығы жақсы болған жоқ. Амал доста, адал доста кездесті. Бірақ мен мақтан тұта алатындай сенімді дос таптым. Оның бар болғанына қуанамын. Оған сенемін, және оның қиын сәттерде қасымнан табылатынын білемін. Досыма қиын жағдайда мен де көмектесемін. Әрқашан бір-бірімізді түсінуге тырысамыз. Досымды мақтан етемін. Оқып болсаңыздар, сабағымызға қатысты грамматикалық тақырыпқа тоқталайық. Сын есім, салыстырмалы шырай. Салыстырмалы шырай екі заттың сынын өзара салыстырып, белгінің артық кемдігін білдіретін шырай түрі. Салыстырмалы шырай жұрнақтары бір-бірінің орнына қолданыла алады. Мысалы, ұзындау, ұзынырақ, кішілеу, кішірек, жасалуы. Сын есім, ырақ, ірек, рақ, рек, лау, леу, дау, деу, тау, теу. Шыл, шіл, ғыл, ғылтым, ғыш, гіш жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы,
Дариғаның бойы ұзындау. Өріктің түсі сарғыштау. Менің досым әдемірек. Сабағымызға қатысты екінші тапсырма. Алдарыңызға беріліп отырған сөздерге мұқият болыңыздар. Тиісті сөздерді тиісті орындарына қойып, сөйлемдерді толықтырып жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Құрбымның аты Майра. Майраның бойы ұзын. Шашы ұзын. Көзі қоңырлау. Мінезі жұмсақтау. Ол өте мейірімді қыз. Мен оның ақкөңіл мінезін ұнатамын. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар, үшінші тапсырма. Алдарыңызға беріліп тұрған лау, леу, дау, деу, тау, теу, ырақ, ірек, рақ, рек жұрнақтарын пайдаланып, тиісті орындарға қойып, сөйлемдерді толықтырып жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Сіздің қызыңыз пысықтау. Жаңа қызметкер жұмысқа бейімдеу. Салаттың тұзы ащылау болыпты. Бүгін жұмыстан кештеу қайтамын. Мына кілемнің сапасы жақсырақ. Жаңа үйіміздің ас бөлмесі кеңдеу. Құрметті тыңдаушылар, тапсырманы тексеріп болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Жақын досыңызбен қарым-қатынасыңыз туралы шағын шығарма жазыңыз. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.